Не жейсің бош, айтшы, заказ берейін. Не жейсің демей, мен сіңіліңіз ұқсап көріңізші бір. Өзіңіздің туған сіңіліңіз ұқсап көріңізші. Сөйтіп заказ беріңізші маған да. Сен сіңілімдей көріп, болды онда. Қыздар, не етшінші? енді өзің емес пе, сіңіліңіздей көріңізші деген. Менің сіңілім шашлык жемейді, асқазан ауырады. Одан кейін палау, ет, жалпы ет жемейді, ол вегетарианец қой. Мынаны зиян дей ма, қуырылған нан жемейді. Бір сөзбен айтқанда диетада. Тек қана салат дейді. Ас болсын, жей ғой. Шіркін, қайным болғанда ғой қазір. Наның бәрін екеміз бөлісіп жеп, тату-тәтті отырар еге. Күлімдеп қарағаның тәтті